Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сырные шарики дайындаймыз. Ең алдымен табиғи ірімшікті ұсағы күштен өткізіп дайындап қоямыз. 2 жұмыртқаның ағын сарысынан ажыратамыз. Жұмыртқаның ағына шамалы тұз қосып, миксердің төмен жылдамдығынан бастап араластырамыз. Яғни бізге формасын ұстайтын консистенция қажет. Оған бірден електен өткізілген ұнды қосып, лопатканың көмегімен араластырамыз. Екеуін толық біріктірген соң, ірімшікті қосып, тағы да араластырамыз. Бізде осындай біріккен масса дайын болады. Енді ылғал қолдың көмегімен домалатып, нан үгіндісіне аунатамыз. Нан үгіндісінде ешқандай да қоспа болмаған дұрыс, бізге артық дәмнің қажеті жоқ, сол себептен тек қана таза өнімді қолданған дұрыс. Шұңғыл ыдысқа май құйып, толық қызғанын тосамыз. Бірден шариктерді салып, қызарғанша қуырамыз. Дайын шариктерді ең алдымен қағаз майлықтарға қойып, және де ыстық күйінде дастарханға ұсынған дұрыс. Ірімшік қосылған шариктер өте дәмді болып шығады. Әрине табиғи ірімшікті қолданған дұрыс. Егер де видео ұнаса, лайк басып, каналыма жазылып қойыңыздар.